Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Поль Погба Катарда өтетін әлем чемпионатына қатыспайды. Челси Харри Кейнді сатып алғысы келеді. Роналду Спортингке қайта оралуы мүмкін. Барселона Кундеден кейін Сесар Аспиликуэтаны сатып алғысы келеді. Және Тер Штеген Барселонадан кетуі мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Қорғаушы Милан Шкриньяр әлі де Интерден ПСЖ-ға ауысуы мүмкін. Foot Mercato басылымының хабарлауынша, екі тарап өкілдері кездесу өткізді. Бірақ әлі бір келісімге келе алмады. Сонда да екі жақ келіссөздерді сәтті аяқтағысы келеді. Сол себепті келіссөздерді жалғастыруда. Брюгге жартылай қорғаушысы жас талант Шарль де Кетеларе Миланға ауысуға жақын. Инсайдер Никола Скираның хабарлауынша, екі команда келіссөздерді аяқтауға жақын. Трансфердің құны бонустарды қосқанда 35 миллион еуро құрайды. Келіссөздерді тезірек аяқтау үшін ойыншының өзі жалақысын 2,5 миллион еуродан 2 миллион 200 мың еуроға дейін азайтуға келіскен. Келісімшарт 2027 жылға дейін жарамды болады. Поль Погба жарақатының кесірінен Катардағы әлем чемпионатына қатыспауы мүмкін. Ойыншы жаңа клубының жаттығуында оң тізесін жарақаттап алды. Дәрігерлердің айтуынша, француз 2 ай футбол ойнай алмайды. Бірақ жарақаты әлдеқайда күрделі болуы мүмкін. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, француздың жарақаты күрделі, және ол футболға тек 2023 жылдың басында ғана орала алады. Бұлай болған жағдайда Поль Погба Франция құрамасы сапында алдағы әлем чемпионатына қатыса алмайды. Қазіргі таңда ойыншы тезірек айығу үшін мамандармен ақылдасып жатыр. Бірақ ол ота жасатудан бас тартты. L'Equipe басылымының хабарлауынша, Манчестер Сити Бернарду Силва кеткен жағдайда Лион жартылай қорғаушысы Лукас Пакеттаны сатып алуы мүмкін. Бернарду кеткен жағдайда Лукас Пакетта Пеп Гвардиоланың трансферіндегі басты мақсаты. Юрген Клоп Роберто Фирминоның болашағы жайлы ойымен бөлісті. Бобби біз үшін өте маңызды ойыншы. Ол команданың жүрегі. Бәрі жақсы. Ол бізге керек, деді Ливерпуль бас бапкері. Бұған дейін Ювентус Фирмино үшін Ливерпульге 23 миллион еуро ұсынды деп хабарланған болатын. Бразилиялықтың Ливерпульмен қазіргі келісімшарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Челси Харри Кейнге қызығып отыр. Бірақ көктердің ойынша Тоттенхэм Кейнді англиялық клубтардың біріне сатпайды. Билд басылымының хабарлауынша, Челси 29 жасқа толған ойыншыны осы жазда сатып алуға шешім қабылдады. Бірақ Челси басшылығының ойынша, егер Кейн Тоттенхэммен жаңа келісімшартқа қол қоймаса, оны шпорлар Баварияға сатуы мүмкін. Кейннің Тоттенхэммен қазіргі келісімшарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Манчестер Юнайтед шабуылшысы Криштиану Роналду Португалияға қайта оралуы мүмкін. The Athletic басылымының хабарлауынша, 37 жастағы шабуылшы Португалия лигасындағы Чемпиондар лигасында ойнайтын клубқа ауысқысы келеді. Бұған қоса ойыншының агенті Жорже Мендеш Спортинг клубының өкілдерімен кездесу өткізді. Лиссабондықтарға Роналдуды сатып алуға ақша табу қиынға соғады. Бұған қоса Роналдудың үлкен жалақысы бар. Бірақ Спортингтің бас бапкері Рубен Аморим Роналдудың Португалияға келгеніне қарсы. Оның ойынша, Роналду жылдар бойы құрастырылған Португалияның ойын мәнерін құртады және команданың дисциплинасын бұзады. Екінші жағынан, коммерциялық тұрғыдан қарастырсақ, Спортингке Роналдудың трансфері өте тиімді. Ал AS басылымының хабарлауына сүйенсек, Роналдудың агенті Жорже Мендеш ойыншыны Наполиге 1 жылға жалға алуға ұсынған. Наполи Роналдуды сатып алғысы келеді. Бірақ команданың қаржылық жағдайы бұл трансферді болдырмай отыр. Жорже Мендеш Роналду үшін жылына 8 миллион еуро жалақы сұрады. Бірақ Наполи бұндай ақшаны бір адамға төлей алмайды. Барселона әлі де Челси қорғаушысы Сесар Аспиликуэтаны сатып алғысы келеді. Фабрицио Романоның хабарлауынша, каталондықтар 38 жастағы ойыншымен хабарласып, оған Челсимен келіссөздер жүргізетіндіктерін жеткізген. Қазіргі уақытта екі команда бір келісімге келген жоқ. Бұған басты себеп Челси бас бапкері Томас Тухель қорғаушыны сатқысы келмейді.
Болжам бойынша Барселона Жюль Кунденің трансфері аяқталған соң Аспиликуэтаға толықтай назарын аударады. Марк-Андре Тер Штеген Барселонадан кетуі мүмкін. Канада CR басылымының хабарлауынша Барселона әлі қаржылық қиындықтардан шыққан жоқ. Сондықтан жаңа ойыншыларды командаға қосу үшін бірнеше ойыншыны сатуы керек. Бұған дейін командадан Фрэнки де Йонгтың кететіні хабарланған болатын. Бірақ голландиялық ешқайда кеткісі келмейді. Де Йонг командаластарына да Манчестер Юнайтедке де ешқайда кетпейтінін хабарлап қойған. Тер Штегеннің трансфері Барселона үшін қосымша жоспар. Егер каталондықтар Де Йонгты сата алмаса, Тер Штегенді сатады. Неміс қақпашысының қазіргі жалақысы жылына 7 миллион еуро. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.